Саламатсызбы, құрметті студенттер. Бүгінгі қарайтын лекциямыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының азаматтығын алу және соны тоқтату тәртібі. Оның ішінде қарайтын сұрақтар. Бірінші сұрағымыз Қазақстан Республикасының азаматтығын түсінігі. Екінші, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тәртібі. Үшінші қарайтын сұрағымыз Қазақстан Республикасының азаматын тоқтату негіздері. Төртінші, ата-анасының азаматтығын өзгертетін және одан асырып алған жағдайларды баланың азаматтығы туралы жөніндегі сұрақтар. Бесінші, Қазақстан Республикасының президентінің және мемлекеттік органдарының азаматтық мәселелері жөніндегі өкілеттілігі. Бірінші сұрақ бойынша Қазақстан Республикасында әрбір адамның азаматтық алуға құқысы бар деп есептеледі. Ол Қазақстан Республикасының азаматтығы, Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы 1991 жылы 20 желтоқсандағы заңға сәйкес алынады және осы заңға сәйкес тоқтатылады. Қазақстан Республикасының азаматтың ешқандай жағдайда азаматтығынан өзінің азаматтығын өзгерту құқығына айыруға, сондай-ақ оны Қазақстан Республикасының тыс жерлерге алыстауға болмайды. Қазақстан Республикасының өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдарды арқылы республика азаматтары алдында жауапты, ал Қазақстан Республикасының азаматы республикасының алдында жауапты деп табылады. Қазақстан Республикасының азаматтары ол біріншіден Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын сақтауға, оның территориялық тұтастығын қорғауға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл мен территориясында тұратын барлық ұлттардың тілдерінде әдет-ғұрпына, дәстүріне құрметпен қарауға және күш күртетін егемендігінің және тәуелсіздігінің нығайтуға жәрдемдесуге міндетті болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтары кім деп табылады? Олар азаматтық заң күшіне енгізілген күннен дейін Қазақстан Республикасында тұрақты тұратындар, тұрғылықты тұратын адамдар. Қазақстан Республикасының аумағында туған және шет мемлекеттің азаматтығында тұрмайтын адамдар. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының азаматтығын алған адамдар осы Қазақстан Республикасының азаматтары деп саналады. Қазақстан Республикасы жаппай қуғын сүрген, адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар салдарынан Қазақстан Республикасының территориясынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының өз территориясына қайтарылу, оралу үшін, сондай-ақ басқа мемлекеттер территориясында тұратын қазақтар үшін жағдай жасалады. Егер сіздер басқа елден қайтып келетін болсаңыздар, өзінің заңға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға болады деген сөз. Қазақстан Республикасы азаматын республикасынан тыс жерлерде тұру Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға әкеп соқтырмайды. Қазақстан Республикасы азаматын немесе азаматшасының республикаға азаматы емес адаммен некеге тұру, сондай-ақ мұндай некеден бұзу азаматтығынан өзгертуге әкеп соқтырмайды. Екінші сұраққа келетін болсақ, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тәртібі. Қандай тәртібі бар? Ол ең біріншіден Қазақстан Республикасында туатын болса, туу бойынша автоматически Қазақстан территориясына туылдыңыздар ма, значит, біздің Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға болады. Екіншіден, Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау нәтижесінде азаматтық алуға болады. Қазақстан Республикасының үшіншіден халықаралық шартында көзделген негізгі тәртіп бойынша. Бала туған кезде көп мәселелер, сұрақтар туылады. Екі ата-анасы, біреу Қазақстан Республикасының азаматы болса, басқа елдің азаматтары болса, Қазақстан территориясында туылған болса, онда бала қандай азаматтықпен туылады, қандай азаматтық алады деп осындай біраз сұрақтар бар.
Сол себеппенен осыншы сұрақты қазір біз қарайық. Егер екі ата-ана да Қазақстан территориясында тұрғатын болса, Қазақстан азаматтары болса, онда Қазақстан территориясында туылған бала болатын болса, ол, конечно, автоматически Қазақстан Республикасының азаматтығын алады. Кей кезде ата-анасының екеуі де шет мемлекеттің азаматы болса, ол туған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайды. Егер екеуі де шетел мемлекеттен келген болса, бізге жұмыс жасауға, басқа бір келісім шартпен келген болса, жоқ туристік немен келген болса, осы жерде туылатын болса, ал екеуі де ата-анасы да басқа елдің азаматтары болса, ол біздің Қазақстан Республикасының азаматы деп саналмайды. Ол өзі ата-анасының жаңағыдегі азаматтығына байланысты сол жерден кәмелет жасына толғаннан кейін сол жердің азаматы алынады деп есептеледі. Қазақстан Республикасында туса, Қазақстан Республикасының тыс жерде туса, бірақ ата-анасы немесе олардың біреуінің бұл кезде Қазақстан Республикасының территориясының тұрғылықты жерінде тұрған болса, онда баласы Қазақстан Республикасының азаматы деп саналады. Егер де ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасының азаматы болса. Екіншіден, ата-анасының азаматтығы әртүрлі болып, бала туған кезде олардың біреуі Қазақстан Республикасының азаматы болған жағдайда, егер осы кезде ата-анасының екеуінде де Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұрғылықты жерде болса, Қазақстан Республикасының тыс жерде туылған баланың азаматтығы ата-анасының жазбаша түрінде білдірген келісімі бойынша анықталады. Бұл уақытта екі ата-ананың тек қана екеуінің шешіміне байланысты. Солардың жазбаша түрінде баласына қай жердің азаматтығын беретінде осы ата-анасының өтініші бойынша азаматтық беріледі. Бала туған кезде ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасының азаматтығында болып, ал екінші азаматтығы жоқ болса, не оның азаматтығы белгісіз болатын болса, бала қай жерде туғаннан қарамастан Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Ең үлкен бұл жерде рөлді ойнайтын, ол бір ата-анасы біреуі туған кезінде ол біздің азаматы болу керек. Ата-анасының екеуі де белгісіз республикасының территориясындағы бала Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Енді екеуінде де белгісіз болатын болса ата-аналығы. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағында туған баласы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Енді Қазақстан азаматтығын қабылдау туралы өтініштер бойынша шешімді Қазақстан Республикасының президенті қабылдайды. Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау шарттары. Ол Қазақстан Республикасының аумағында заңды негізінде кемінде 5 жыл тұрақты тұратын, не Қазақстан Республикасының азаматшасымен немесе азаматтарымен кемінде 3 жыл некеде тұрған болатын болса, сол кезде олар өтініш Қазақстан Республикасының қабылдауға құқысы бар деп есептеледі. Не үшін тұрақты 5 жыл береді? Себебі басқа елден келген адам бірден басқа елдің азаматтығынан айырылып келетін болса, Қазақстанға келіп бір жағдайлармен денсаулығына ма, басқа есептермен оған бұл жер ұнамайтын болса, онда біз оған азаматтығын беріп қоятын болсақ, ол жоқ осындай себептермен өзім еліме қайтамын дейтін болса, онда қайтадан азаматтықтан шығу керек. Сол себеппенен біздің Қазақстан Республикасы осындай неге келді, шешімге келді. Қазақстан Республикасында тұрғылықты пропискаға тұрып, кемінде 5 жыл тұрақты тұрып, сосын адам шешу керек. Осы Қазақстан Республикасының азаматтығы керек пе жоқ болған деп. Екіншіден, некеге тұратын болса да, ажыраспайтын себептермен ажырасу, сондай мәселелер туылмау үшін оларға 3 жыл кемінде беріледі. 3 жыл бірге тұрып, одан кейін азаматтық беріледі. Ол үшін олар міндетті түрде қандай құжаттар жинастыру керек? Қазақстан азаматымен байланысты мәселелер бойынша
мынандай құжаттар беріледі өтінішпен. Белгіленген нысан бойынша сауалнама өтініш деп айтылады оны. Одан кейін өмір баяны жазу керек. 3/5, 4/5 суреттер, фотосуреттері болу керек. Одан кейін Қазақстан Республикасының азаматтығы бірінші бабында көзделген шарттар сақтау туралы міндеттемесі, жеке басынан куәландыратын қатысушы елдерінің біреуінің азаматтығына тиесілігін растайтын бір құжаттың көшірмесі болу керек. Бұл жерде қандай құжат болуы мүмкін? Егер сіз нақты шешіп басқа мемлекет тарапынан шығып кететін болсаңыздар, ол мемлекет шығып жатқан кезіңізде границада тексеріледі, шекарада. Шекарада тексерілу барысында сол кетіп бара жатқан мемлекетте ешқандай қарызыңыз болмайтын болса, және де сол мемлекеттің азаматтығын тапсырып кеткен болсаңыздар, онда сізге төл құжат беріледі. Ол төл құжаттың аты азаматтығы жоқ деген. Лицо без гражданства. Дәл қазіргі уақытта азаматтығы жоқ деген сіз куәлікпен шығасыз. Сол куәлікті міндетті түрде тапсыру керексіз. Аудандық, қалалық істер бойынша ішкі істер органдары азаматтық қабылдау туралы мәліметтерді облыстардың және Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы, Шымкент қаласының полиция департаментіне тапсырады. Ал ол құжаттарды тексеріп, осылар бойынша тұжырымдарының бәрін ішкі істер министрлігіне тапсырады. Және де сол құжаттар тексеріп болғаннан кейін Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға болады деп есептеледі. Қазақстан Республикасы азаматтарының ішінде жақын туыстарының бірі, баласы, жұбайы, немесе зайыбы, және ата-анасының біреуі, апа қарындасы, аға інісі, атасы, немесе әжесі бар, Қазақстан Республикасына тұрақтық тұру мақсатымен келген болса, бұрынғы одақтас республикалардың азаматтары Қазақстан Республикасына тұру мерзімінде қарамастан қабылданатын болады. То есть бұны басқа сөзбен айтқанда, ол өз отбасына қайту деген. Воссоединение семьи, басқа сөзбен айтқанда. Осы маңызбенен Қазақстан Республикасының азаматтығында алуға болады. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудан және Қазақстан Республикасының азаматтарын қалпына келтіру тарту негіздері. Қандай ол? Біріншіден, адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаған болса, Қазақстан Республикасының егемендігі мен тәуелсіздігіне әдейі қарсы шығатын болса, екіншіден, Қазақстан Республикасы аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақырса, үшіншіден, ұлттық қауіпсіздікке, халықтың денсаулығына нұқсан келтірген құқығы қарсы әрекеттер жүзеге асырылған болса, онда бұл Қазақстан Республикасының азаматтығынан және бермеуіне, қалыптасуына келтіруге бір негізі болып табылады. Төртіншіден, ұлтаралық және діни арыздақты көздаратын болса, Қазақстан мемлекеттік тілінің қолданылуын қарсы әрекет жасаған болса, бесіншіден, террористік және экстремистік ұйымдар кірген болса, немесе террористік әрекеттер үшін сотталған болса басқа мемлекеттерде. Алтыншы айтатын болсақ, ол халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе, не сот оның әрекеттерін ерекше қауіпті есептеліп деп таныса, онда Қазақстан Республикасының азаматтығы берілмейді. Басқа мемлекеттің азаматы болса да, Қазақстан Республикасының азаматтығы берілмейді. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш білдірген кезде өзі туралы жалған мәліметтер берген болса, хабарласа, немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттарды дәлелсіз себептермен тапсырмайтын болса, онда азаматтығы берілмейді. Және Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның шегінен тыс жерде қасақана қылмыс жасаған үшін соттылығы алынбаған немесе өтілмеген болса,
азаматтық берілмейді. 10-шы қарайтын себебіміз ол Қазақстан Республикасының азаматтығында қабылдау немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берілгенге дейінгі 5 жыл ішінде экономика саласында құқық бұзушылыққа жасаса, халықтың көші-қон саласындағы заңнамасын бұзса, онда Қазақстан Республикасының азаматтығын оған берілмейді. Енді 3-ші сұраққа келетін болсақ, азаматтықты тоқтату негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтығын қай себептермен тоқтатылады? Ол Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу процесі жүрсе, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу салдарынан, Қазақстан азаматтығынан шығуға адамның азаматтық туралы заңда белгіленген тәртіппен жасаған өтініштер негізінде рұқсат етіледі. Енді азаматтықтан шығуға қай уақытта жол берілмейді Қазақстан Республикасының азаматтығынан? Ол біріншіден, Қазақстан Республикасы алдындағы міндеттемелердің немесе мүліктік міндеттемелердің орындалмағанда. Егер шығу туралы өтініш хат берілген адамға қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы жария етілсе, не ол заңды күшіне енген соттың үкімі бойынша жазасын өтеп жүрген болса, адам, бұл жерде түрмеде уже жазасын өтеп жатыр, сол жерден олар басқа мемлекетке өту үшін өтініштерін беретін болса, онда ол қазіргі уақытта қаралмай жата береді. Адамның Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне қайшы келетін болса, сол кезде Қазақстан Республикасының жаңағы азаматтығынан пока жол берілмейді шығуға. Енді қай уақыттарда Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу мүмкін? Ол біріншіден Қазақстан Республикасының мемлекет аралық шарттарында көзделген реттерде қоспағанда, адамның басқа мемлекетке әскери қызметке, қауіпсіздік қызметіне, полицияға, юстиция органдарына, немесе өзге де мемлекеттік өкімет және басқару органдарына орналасу салдарынан. Екіншіден, азаматтығы көрінеу, жалған мәліметтер немесе жалған құжаттар табыс ету нәтижелерінде сол кезде айырылады. Үшіншіден, егер адам басқа мемлекеттің азаматтығын алған болса, онда Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылады. Төртіншіден, егер адамның Қазақстан Республикасының азаматтығын алу негізсіз болған Қазақстан Республикасының азаматпен некесін сот жарамсыз деп танитын болса, онда сот шешім арқылы Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылады. Бесіншіден, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, шетелдіктерге асырып алуға берілген бала кәмелетке толған кезде оның ерікті қалауын бойынша айырылады. Кәмелет жасқа толғаннан кейін, егер бір анасы шетел азаматтары болған болса, біз алдында айтқанбыз, бір ата-ана Қазақстан Республикасының азаматы болып, екінші ата-ана шетелді басқа мемлекеттің азаматы болатын болса, онда бір ата-ананың өтініші бойынша баланың азаматтығы беріледі дедік. Бірақ ол бала кәмелет жасқа толған кезінде басқа шетелге кетіп қалған әкесінің азаматтығын алуға да құқысы бар деп есептеледі. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын және шет мемлекеттің азаматтығын қабылдаған адам өзге азаматтықты алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шетел азаматтығын алу фактісін туралы Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарына немесе Қазақстан Республикасының шет елдегі мемлекеттерге хабарлауға және Қазақстан Республикасы азаматтығын паспортын немесе жеке куәлігін тапсыруға міндетті болып табылады. Төртінші сұраққа келетін болсақ, азамат ата-анасының өзгерткен және асырып алған жағдайлардың баланың азаматтығы қандай болады деген сұрақ. Ата-анасының Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданған
оны қалпына келтірген не Қазақстан Республикасының азаматтығына шыққан кезде тиісінше олардың 14 жасқа толмаған баласының азаматтығы да өзгереді. Егер баланың ата-анасы біреу белгілі болса, онда осы ата-ана Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданған, оның қалпына келтірген не Қазақстан Республикасының азаматтығына шыққан кезде тиісінше 14 жасқа толмаған баланың азаматтығы да өзгерілу міндетті болады. Егер ата-анасының біреу Қазақстан Республикасының азаматтығын алып, ал екінші басқа мемлекеттің азаматы не азаматтығы жоқ болып адам болып қала берсе, Қазақстан Республика территориясында тұратын 14 жасқа дейінгі бала ата-анасын осы туралы жазбаша өтініші бойынша Қазақстан азаматтығын алу мүмкін. Егер ата-анасын біреу Қазақстан Республикасының азаматтығына шыққан болатын болса, ал екінші Қазақстан Республикасының азаматтығы болып қала берсе, 14 жасқа дейінгі бала Қазақстан Республикасының азаматтығы сақталып қалады. Қазақстан Республикасының азаматы асырап алған болатын болса баланы, басқа мемлекеттің азаматы немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын 14 жасқа дейінгі бала Қазақстан Республикасының азаматы болды деп есептеледі. Біреу Қазақстан Республикасының азаматы болса, ерлі-зайыптың біреуі, ал екінші оның азаматтығы емес, ерлі-зайыптар асырап алынған болса, басқа мемлекеттің азаматы немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын 14 жасқа дейінгі бала асырап алушылардың жазбаша түрде білдірген келісіммен ғана біздің Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады. Келіскен бойынша жазбаша түрде. Шетелдіктер Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын баланы кәмелетке толмағанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтығын сақтайды. Егер олар біздің Қазақстан Республикасының баласын асырап алса. Осы аталған баланың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуына, не шығуына ол кәмелетке толғаннан кейін және ерікті қалауы бойынша ғана жол беріледі. Егер де айтып жатырмыз ғой, мысалы басқа елдерден келіп Қазақстан Республикасының сәбисін қабылдаған болса, бұл бәрібір кәмелетке толғанша Қазақстан Республикасының азаматтығы деп саналады. Кәмелет жасқа толғаннан кейін ол бала тек қана өзі ерікті, өзінің қалауымен қай жердің азаматтығын алуына өзі шешеді. 14 жастан 18-ге дейінгі баланың ата-анасын Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданған, оны қалпына келтірген не Қазақстан Республикасының азаматтығынан шыққан жағдайда, сондай асырап алған немесе қамқоршылық белгіленетін жағдайда көзделген тәртіппен баланың келісімімен ғана өзгертуге болады. Енді соңғы сұрағымыз бүгін қарайтын лекциямызда Қазақстан Республикасының президентінің қандай несі бар? Ол құқықтары, міндеттері. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініштерді қарауға, азаматтығының қалпына келтіру туралы, азаматтығынан шығу туралы, жәндегі Қазақстан Республикасы азаматтығын сақтау туралы шешімдерді тек қана Қазақстан Республикасының президенті қабылдайды. Ішкі істер органдарының қандай міндеттері? Олар тұрақты тұратын адамдардан Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелері жөніндегі өтініштерді қабылдайды және оларды қажетті құжаттармен Қазақстан Республикасының президентіне қарауына жібереді. Оны бағана қандай сұрақтар тізімдерін айттық, міндетті түрде өтініш сауалнама болу керек. Одан кейін ішкі істер органдар шарттарда көзделгенде, халықаралық шарттарда көзделгенде Қазақстан азаматтығын алуды және Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуды, тіркеуді жүзеге асырады. Үшіншіден, олар Қазақстан аумағында тұрақты тұратын адамдардың азаматтығын айыру тіркейді, Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдауын рәсімдейді и азаматтықты болуын айқындайды. Ішкі істердің органдарын. Енді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі
Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелер. Олар Қазақстан Республикасының тыс жерде тұрақты тұратын адамдардан Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі белгіленген тәртіппен республикасының азаматтығы мәселелері жөніндегі өтініштерді қабылдайды және оларды қажетті құжаттармен бірге Қазақстан Республикасының қарауына беріледі. Қазақстан Республикасының тыс жерде тұрақты тұратын адамдардың азаматтығынан айырылуын тіркейді және белгілі бір елде Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелері болмаған ретте бұл органдардың міндеттердің тиісті шарттар негізінде басқа мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелерін атқарады. Осындай сұрақтарды бүгін қарадық. Азаматты қабылдау, оны өзгерту мәселелері жөніндегі және өтініштер қабылдаған жағдайларда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы шығарылады. Азаматтық мәселесі жөніндегі қайталап берілген арызды бұл мәселе жөніндегі осының алдындағы шешіммен кейінгі бір жыл өткен соң қаралады. То есть президенттің жарлығы шыққан соң, егер бір себептермен ол жарлыққа сіз келіспейтін болсаңыздар, онда бұл мәселе бойынша, осы сұрақ бойынша шешімнен кейін бір жыл өткен соң қайтадан жаңағы президенттің атына өтініш жазып азаматтық бойынша сұраныс беруге болады. Құрметті студенттер, бүгінгі лекция осымен аяқталады. Сізге назарларыңызға үшін, тыңдағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.